Егер сен 2 апта бойы күн сайын алма жесең, денеңде мынадай өзгерістер болады. Алмада талшық пен витаминдер көп болады. Ол ас қорыту жүйесін жақсартып, ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар, алма ағзаны тазартуға көмектесіп, өзіңді жеңіл әрі сергек сезінуге әсер етеді. Ал егер сен 2 апта бойы күн сайын банан жесең, денеңде мынадай өзгерістер болуы мүмкін. Бананда калий мен табиғи көмірсулар көп болады. Бұл бұлшықеттердің жұмысын жақсартып, денеге энергия береді. Сондықтан, күнделікті банан жеген адам өзін қуаттырақ сезіне бастайды. Ал егер сен 2 апта бойы күн сайын киви жесең, ағзаңа көп мөлшерде витаминдер түседі. Кивиде С витамині өте көп болады. Бұл иммунитетті күшейтіп, ағзаның ауруларға қарсы тұру қабілетін арттыруға көмектеседі. Ал егер сен 2 апта бойы күн сайын апельсин жесең, иммунитетің нығая бастайды. Апельсинде С витамині мен пайдалы заттар көп болғандықтан, ол ағзаны сергітіп, терінің саулығына да жақсы әсер етеді. Ал егер сен 2 апта бойы күн сайын ананас жесең, ас қорыту жүйесі жақсы жұмыс істей бастайды. Ананаста арнайы ферменттер болады. Олар тамақтың дұрыс қорытылуына көмектеседі. Ал егер сен 2 апта бойы күн сайын гранат жесең, қан айналымы жақсарып, ағза антиоксиданттарға толығады. Гранат жасушаларды қорғауға және денені сергек ұстауға көмектеседі. Қорытынды, табиғи жемістерді тұрақты түрде жеу денсаулықты күшейтудің ең қарапайым жолдарының бірі. Егер саған бұдан да көп ақпараттар керек болса, онда біздің Telegram арнаға қосыл.